Саламат оқушылар, бүгін бізде ашық сабақ. Енді ашық сабақта бастамасы үшін сыныпты топқа бөліп аламын. Түсінікті ме? 3 топқа бөлініп берді керек. Енді қазір топқа бөлу үшін мына жерде асықтар жатыр. Бірнеше асықтар жатыр. Асықтардың түрлері әртүрлі. Енді сіздер 3 топқа бөліну үшін қазір орындарыңыздан тұрасыздар да осы асық бойынша 3 топқа бөліне қойыңыздар. Алдыңызға келіп шуламай ақырда беттіп сосын асықтың түсі бойынша бір топқа барып отырыңыздар. Дәлей ма? Кезетеміз. Асықтың түсі бойынша барып отыра қоямыз. Енді мен жайдан-жай сабағымды асықтан бастаған жоқпын. Енді біздің ұлттық құндылығымызды бойымызға дәріптеген оқушыларымыз ғой. Сондықтан асықты алдым. Асықтың түсі бойынша орындарыңызға жылдамдықтан отыра қойыңыздар. Кезетеміз. Отырамыз. Әр топта 7 оқушыдан болу керек. Әр топта 7 оқушыдан болу керек. Арнап отырмыз жаққа. Мына жерде неше оқушы болды? Енді қараңыздар, 3 топқа, асықтың түсі бойынша 3 топқа бөлінді. Бірінші топ бізде. Қандай түс болды бізде? Жасыл түс болды міне. Екінші топ бізде. Қандай түс болды? Қызғылт түс болды екінші топта. Қызғылт түсті таңдаған оқушылар екінші топқа орналастыңыздар. Үшінші топ бізде болды. Үшінші топ өзі несі бойынша, түсі бойынша тоже топқа орналастыңыздар. Енді осы бүгін біз осы топ бойынша жұмыс жасаймыз. Енді қазір топ басшысын сайлап алуымыз керек. Бірінші топта мен топ басшысы айырусыз боласың. Бірінші топта, екінші топта бізде Ақжүніс болады, үшінші топта бізде Айболат болады. Енді топ басшылар тыңдап алыңыздар. Алдарыңызда бағалау парағы жатыр. Бағалау парағында оқушының, осы топтың топ басшысы оқушының барлық оқушылар жөнін жазады. Содан кейін жұптық жұмыс деп тұр. Сәйкестендіру деп тұр. Көңілді бәйге топтық жұмыс қорытынды. Осы 7 оқушы әр топта болғандықтан топ басшысы алады да осы 7 оқушының атын жазып қоятын жерге. Сосын келесі жұптық жұмыс болады. Жұптық жұмыс істеген оқушылардың балын жазып отырасыздар. Келесі сәйкестендіру. Одан кейін бөлігі көңілді бәйге болады. Соның балдарын жазып отырса түсініп отырсыздар ғой. Одан кейін топтық жұмыс болады. Осы ең соңында сабақтың қорытындысы келген кезде қорытындысын қоясыздар. Түсінікті, иә? Бұл арасында сіздер көңіл бөліп жұмыс істеп отыратын жұмыстарыңыз. Сонымен біз топқа бөліндік. Топ басшысын сайладық. Бағалау парағын сіздерге түсіндірдім. Түсінікті ғой? Енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Аттаған назар аударыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз сабағымыздың екі өрнектері квадраттары айырымының формуласы. Және екі өрнекті қосындысын және айырымның квадраттарының формулалары. Солай ғой, біз бұл формулалармен таныспыз. Сіздерге түсіндірілді. Енді бүгін пысықтау ретінде осы есептер шығарамыз. Әртүрлі амалдар, әртүрлі тапсырма арқылы осы бүгінгі тақырыбымызды ашуымыз керек. Компоненттерін атай білуіміз керек. Формуланы жаза білуіміз керек. Формуланы есеп шығаруда қолдана білуіміз керек. Солай. Енді қазір сұрақ. Үй жұмысына, мысалы, бірінші топ маған формула кім айтты? А квадрат минус б квадраттың формуласы неге тең? Айбыз айтыңызшы. А квадрат минус б квадраттың формуласы. Екі өзектің айырымының Арқа тағым еді достықтан. А квадрат минус б квадрат неге тең? Аяп айтыңызшы, А квадрат минус б квадрат неге тең? Формуласын. А минус б мен А б-ның немесе қосындысына тең. Бұл неменен формула? Бірінші, екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы. А квадрат минус б квадрат тең, А минус б көбейту А плюс б. Екінші топ. Екі өрнектің айырымының квадратын айтыңызшы неге тең? Нұржас. Айтыңызшы.
Иә. Екінші топ. Ақ жол айтып беріңізші. А плюс А квадрат. А квадрат. Азайту. Азайту. 2АБ плюс Б квадрат. Дұрыс айтасыз. А минус Б-ның квадраты А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Яғни біріншінің квадраты алу екі еселенген бірінші мен екінші мүшесі қосу екінші мүшесінің квадратына тең. Жақсы, үшінші топ. А минус Б-ның квадратын айтып беріңізші. А минус Б-ның квадраты неге тең? А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Бұл екі өрнектің айырымының квадраттарының формуласы. Дұрыс айтасыз. Ол неге тең? Біріншінің квадраты азайту екі еселенген бірінші мен екінші көбейтсе қосу екіншінің квадраты. Екінші топта сіздер жаңа қосуын сұрадым. Сіздер шатасып кеттіңіздер кішкене. А плюс Б-ның квадраты тұрады. Жақсы, бұл біздің осы тақырыпқа арналған формуламыз. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Яғни жаңа айттық, А квадрат минус Б квадрат неге тең? А минус Б мен А плюс Б-ның екі жақшаның көбейтісіне тең. Екінші формула А плюс Бұның яғни екі өрнектің қосындысымен айырымның квадраты неге тең? Егер қосу болған жағдайда А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат, минус болған жағдайда А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Яғни қысқаша көбейту формула. Бүгінгі біздің негізгі мақсатымыз осы қысқаша көбейту формулаларды білу, қолдану, түсіне білу. Түсінікті? Жақсы, енді бірінші тапсырмамызға көшейік. Ол үшін алдарыңызда бірінші тапсырма жүктік тапсырма болады. Міне алдарыңызда қараңыздар, мынандай сандықша тұр. Сандықшаның бетінде әдемі болып сандықша көрілген, қазақилыққа бой құрған. Енді осының ашқанымыз, осының ішінде жұптық жұмыс тұр, міне карточкалар тұр, жұптық жұмыс деп жазып тұр. Соларды қазір аласыздар, екіден аласыздар. Енді 7 адам болғаннан екеу, үшеу деп аласыздар да, осыны дәптеріңізді орындайсыздар, сосын қазір тақтаға ашып жазасыздар. 1 минут уақыт беріледі. Түсіндіңіз бе? Қалған екі топқа да ашуға болады. Ашып, тапсырмаларды қараңыздар. Енді бұл жұптық жұмыс болғандықтан дискриптивларын білуіміз керек. Яғни екі өрнектің айырымының квадратын білуіміз керек. Екі өрнектің қосындысының квадраты формуласын қолданасыздар. Екі өрнектің квадраты айырымның формуласын қолданасыздар. Жазып беріңіз. Екі минуттан кейін дайын оқушы тақтаға шығып табады. Топ басшылары тақтаға шыққан оқушылардың балдарын қойып отыруды ұмытпайды. Жарай ма? Дайын топ болса, тақтаға шығып жаза беруге болады. Мына жерде маркерлерді жер қойып қойдым. Осы маркерлерді алып жазуға болады. Енді бағалауларға топ басшылығы болғандықтан мен сізге бағалаулар беріп қоямын. Топ басшысы тобыңызда жауап берген оқушыларға осы карточканы жүзде беріп отырсыздар. Үш жер қойып қоямын осылай. Әртістің жанында тұрсын топ басшысымыз. Дайын болсаңыздар. Енді бұл жерде бағалауға арналған карточкамыз түрлі жай назар аударсаңыздар, мына қараңыздар креативный болсақ. Өзі қазақилыққа боялған, домбыра тарта білетін, өте әдемі бауырсақ. Көбірек бауырсақ жемсаңдар, ұпайларың көбірек болады. Түсінді ме? Жақсы. Дайын болсаңыздар, ар жақтағы шалдар
Топ басшысы коммуналдарда тұрасыз. Карточка тапшырыңызға тақтаны жауабыңызды беріңіз. Маркер алыңыз. Бірінші тапсырмаңыз. Қағаныз қарап отырамыз, дұрыс топсыз. Жақсы, дұрыс, тоқтаймыз. Қараймыз. Бізде бұл нешінші топтан шықты, екінші топтан шықты, иә? Үшінші топтан ба? Үшінші топтан. Бірінші, 7 алу 3x, көбейтілген 7 қосу 3x. Иә? Тең болады 49 алу 9x квадрат дейді. Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы қосу болады. Жақсы, топ басшы бал беруді ұмытып отырмаңыз. Екінші жайында осы топтан бұрын мені басқа топтан шыға береміз. Келеміз, бағалын тұра беріңіз. Келесі. Келесі ақырында номер жазайымыз. Уже үшінші топта бал бар бізде. Келесі. Бәріміз жазамыз тақтары қатесі болса дүзсіз. Өзіңіз білесіз, шөлді тоқтаймыз, біреуіне ғана қараймыз. 400 алу 25x квадрат тең 20 алу 5x көбейтілген келесі жақша 20 қосу 5x. Екі жақшаны көбейтішіне жіктеді. А квадрат мен су квадрат формуласын пайдаланып дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы қосып болды. Топ басшы бал беруді ұмытпаңыз, иә? Ана неге? Мынаған топын отырмыз бірінші. Сіздер ұмытпаңыздар, топ басшысы міне. Бұл мына бірінші жұмыс, міне. Мына бірінші жұмыс қазір болып жатқан топ жұмыс. Осы жерге кім шықты, соның балын қойып отырмыздар. Түсіндіңіздер ғой? Келесі әңгімелесіздер мындай. Мына топты айтуыңызды жаза берсін. Келесі болады, сіз қандай? Ардың қасына жаза бер. Тапсырмаңды ардың қасына жаза бер. Судан да жазамыз шылы. Жақсы, шарт жазылса да көріп тұрмашақ қарайтын оқимын. X-дің 4 дәрежесі алу 16 тең, x квадрат минус 4 көбейтілген x квадрат плюс 4 дейді. Екі жақшаға жіктеді. Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Қол соғып қоямыз. Топ басшысы бағалауды ұмытпаңыз. Келесі тағы да тапсырмаңыз кім шығады? Келеміз ғой. Енді жұқанадамыз. Келесі топ дайындалып отырамыз. Қай жерде орын бар, сол жерге жаза беріңіз, иә. Келесі есепті жұмыс дайындалып отырамыз. Қате бар ма? Қате қай жерде? Кім айтады? Бізде есепте А алу 7 көбейту А қосу 7 тең А квадрат алу 49 деді. Қате қай жерде? Шақшаның қажеті жоқ, иә? Негізгі формуланы жазып отырамыз. Енді топ басшысы кішкене қандай болды, иә? Оған назар аудару. Келесі. Тағы да жұптық тапсырмаңыз келіп шығамыз. Содан жазамыз. Қай топтан шықтыңыз? М квадрат алу N квадрат тең бірінші ақшаның ішінде М минус М алу М, келесі М қосуын көбейтті. Өте дұрыс, өте жақсы да. Қол соғып қоямыз. Жақсы отырамыз. Рахмет, топ басшысы. Келесі тағырдан ұзандатамыз. Тағы есеп қалды. Оқушыларға бал қойдың деп отырмыз. Ең соңында бағалауды сіздерден қорытындылаймыз.
келесі 5 алу в тең 25 алу в квадрат дейді. Өте дұрыс жазды, иә? Жақсы, топ басшысы бағалаудың күбаңыз. Сонымен бірінші біздің жүктік жұмыс болды. Енді сіздердің берген жауаптарыңызға қарасақ, өте жақсы білетін сияқтысыздар, иә? Жақсы. Онда екінші кезеңге өтеміз. Екінші кезең бізде сәйкестендіру. Сәйкестендіру дегеннің мағынасы, міне, қолды төмендетеміз. Қолды төмендетеміз. Қолды төмендетсек. Жақсы, міне былай. Ортада бір есеп тұрады. Соны, міне, жауабына апарамыз. Мына тағыңыз жауабына апарасыздар. Қайсы жауабы? Кейде жауап жоқ болды мүмкін. Түсінікті ма? Үш жауап, бір жауап жоқ деп тұр. Мынаны қазір дәптерлерде человек есептейсіздер, ұзын жауабын тауып аласыздар. Жақсы. Әр топтан бір-бірден шығамыз. Давайте жылдырдатайық. Енді міне қарап отырсыздар ма? Мұны өзі біле. Міне, мынау қайсының жауабы? Қайсының жауабы деген? Қызыл. Енді топтан біреу шығады да, артынан жұмыстар. Міне, апай. Вот. Ештеңе білсе. Ақырын апарасыз, жауап деген апарасыз. Жасыма қызылыш жұмасы, азық қызылыш жұмасы. Ол мен апарасыз. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Өте жақсы. Келесі қайсының жауабы болады? Келесі қайсының жауабы болады? Сары бар ма, жоқ па? Жоқ. Енді кім шығады тақтаға келесі топтан? Ол мен апарып салып болады. Келесі, мынау қайсының бар болып тұр? 36-тан 25. Айдыға келеміз. Ақырын. Өте береміз. Қолмен апара бер. Дұрыс. Жақсы, келесі. Енді тағы да шықты. 4-тен 3х квадрат. Апай, ал. Келе ғой. Тағы. Кел. Сен шықты ма? Шық. Қайсының жауабы болады? Жақсы. Дұрыс па? Жоқ. Жауабы жоқ сауар дедім ғой. Келесі. Тағы да шықты 16-9х квадраты, ал 4-тен 3х плюс 0,25. Жаңағы бізде не болды? Жәнегіміз ет бары. Ет бары жетеді. Солай ғой? Ал келесі енді, келесі. Кім шығады? Нұрсұлтан. Ақырын. Өте. Ақырын. До конца прописано, до конца тоже будет. Я сонна деймін. Өте жақсы. Осы қойғыздар. Топта сәйкестендіру. Әдісі бойынша жұмыстарды езер орындады. Бірақ әкімдерді жаңа қателесіп кетті. Елінің қателесіп кетті. Елнұр сенде мына жерде өзі берілгенде жаңа сенде 3,4-тен 3х болды. А сен оны апарында 3,2х квадратты қойдың. Оның квадрат 16 ғой, а квадрат не болды. Сондықтан бұл жерде кішкене қысқаша көріктік формуласынан есебіңдер, қателесіп кеттіңдер. Топ басшылары өздеріңіз топтарын шыққандарды бағалап отырсыздар, иә? Енді дұрыс жауапқа неше балл? Дұрыс жауапқа неше балл екенін, ал енді жаңа қателесіп кеткен неге балды енді азырақ береміз. Бір балл береміз бе, енді оны өздеріңіз шешесіздер. Түсінді ғой? Сонымен осы екінші біздің сәйкестендіру әдісі бойынша нені пайдаландық біз? Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып кетеді, өрнектерді сәйкестендірдік. Қай формулаларды есімізде түсірдік? А квадрат минус В квадрат, А минус В-ның квадраты и А плюс В-ның квадраты. Жалпы осы үш формула қалай аталынады? Қысқаша көбейту формуласы. Солай ғой? А квадрат минус В квадрат тең А минус В плюс А плюс В десе, ол аты қалай? Екі өрнектің квадраттарының формуласы. Ал егер А минус В-ның квадрат десе бұл? Екі өрнектің айырымының квадраты. А егер А қосулы
білетіндіктеріңізді дәлелдеңіздер. Жақсы. Енді келесі этапқа өтеміз. Келесі этап бізде. Енді біз өзі қандай сабақ, қай пәннен сабақ өтсек та, біз не істейміз? Құндылықты еске түсіріп отырамыз. Солай ғой? Өйткені біз неміз? Рухымызды, патриотты елдің азаматтарымыз ғой. Солай емес па? Сондықтан мен жерде бәйгеде не қатысушы еді? Сәйгүліктер қатысады ғой. Жоқ қой, сәйгүліктің аттың қандай түрі? Ең мықты, шабыс беретін, жеңіске жететін, яғни мықтылардың мықтысы ғой. Енді сабақтың басында айттым ғой, асық пен көздің сендер. Не себебі? Қазақта мақал бар ғой, асығың алшысынан түссін деп. Бұл не деген сөз? Бұның қайсысы асығың алшысынан түсіп, көп баласына еңгесті. Білгендіктерді көрсетесіздер. Енді келесі түсіндірім. Ең астында екі түр тұрмыз. Міне, қараймыз. Міне тапсырма тұр міне. Үстінде тапсырма тұр. Түсіндірейін. Тапсырма 0,2а алу 5 y-тің квадраты. 4 жауап тұр. Соны өздерің есептейсіңдер. Сосын келесіде дұрыс жауапты, мына фишканы кеп қозғайсыз, сонда біздің артымыз алғанбай жүрсейді. Хорошо? Ал. Дайын адам жақсы отырып бақыр. Әлі бір минут уақыттарыңыз бар. Ал кім шығады? Назгүл шығады. Бірінші жақсы. Енді нөлсіз соңына екі деген нөлсіз соң. Минус болғандықтан бір жерде минус болады ғой, иә? Екі баланың квадраттарын қарайсыздар. Сондықтан қайсысы жауап қой көресіз? Жауабымыз қате болды, жақсы отырамын. 0 балл болып қалған, түсінді ма? Айшқанақтар балыңыз келмей қалды. Келесі, екінші асықпаңдар. Алыңдарды дәптерді шығардыңдар дәптерді. Сосын жауабы болған кезде ғана тақтаға шығып айтыңыздар. Бағадан жұмыс істейміз. Зарема жұмыс істейміз. Бұл жерде плюс болғандықтан екіде плюс болады, е? Ал кім шығады? Ал бағынан. Қайсы жауабы болады деп ойлайсыз? Нөл үштің квадраты 0,109, е? Екі жерде плюс болады. Енді 4 квадратын алды. Жақсы. Бір бала алып қалдыңыз. Квадраттарына қарап қойыңдар. Екі санның квадраты ортасына екеуін көбейтіңіз ғой. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. 13-тің квадраты есіне түсірістір, үтір жұмыстастар, е? 13-тің квадраты қанша еді? 169. Үтір жұмыстастыр ғой, е? 25-тің квадраты қанша еді? 25, үтір жұмыстастыр. Ал, айсыз келеміз. Өте жақсы. Қол соқтырайық. Бір балық мынабалды солай ғой. Әлеміздің аталға кетті. Көріп отырсыздар ма? Келесі. Мынау 4-тен 3 деген бөлшек қой, 4-тен 3. Бұлай немен жазған, дроппен жазғаныз. Қараймыз. Бұл жерде минус болғандықтан екі еселенгеннің алдында таңда минус болады. Ал, кім шығады? Нұржас кел. Сен дұрыс. Ал. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, минус болады деп. Асықпаймыз уақытта. Келесі, асықпаймыз. Бізде берілген сан қандай? 1,3-2 аралассан. Солай ғой. Біз оны неге айналдырып аламыз дедік? Дұрыс бөлшекке. Асықпаймыз. Ойланыңдар, асықпаңдар.
Дайынбыз ба? Кім шығады? Алып аяғы келіп. Өте жақсы. Бірінші топтың топ басшысы өзінің тобын қорғап отыр. Алға келіп жатыр. Енді соңғы сұрақ. Бәйгеге жету үшін. Мынау 6-дан 5 деген сөз ғой мынау. 6-дан 5 П, 6-5-тен 3 Q-дің квадраты. Неге тең? 6-дан 5 деген сенде квадрат не болады? Батысқаз берсем? Асықпаймыз. Кішкене ойланайық. Асықсыз жасамаңыз ба? Дәптерге жазып отырсыздар, не? Дәптерге жазып отырсыздар, не? Дәптерге жұмыс болып көрсетсе де, дәптерге жүріп қалады. Солай ғой? Бір топ шықты, е? Бізде кішкене пәсемде ешқан 3 топ. Зарема келе ғой? Бұл соңғы түйенің жауы дей ма? Көреміз қазір? Сонымен естедік, мәреге жеттік 4-3 неме. Түсінді ғой? Өте жақсы ойын ба? Қызықты, е? Солай ғой? Жақсы. Сонымен екінші мына көңілді бәйгі әдісіден есебіңіздер, өздеріңіздің білетіндеріңізді тағы да жүргізіңіздер. Енді қандай есеп болса да біз бүгінгі біздің керегіне функционалды сауатты болуымыз керек болса ғой. Сонда кәсіптердің алдарыңызға мен тапсырма беремін. Функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырма беремін. Әр топқа жеке-жеке енді бір-бірлеріңізге шара беріңіздер. Бұл функционалдық сауаттылыққа арналған есеп. Солай ғой? Енді бірінші мәтінді оқисыздар. Жақсылап тұр. Топпен талдайсыздар. Бұл топтық жұмыс болғандықтан топпен талдайсыздар. Асықпай сосын топтан біреу шығып, оны не істейсіздер? Сызатын болса, сызғыштың көмегіне сызасыздар. Негізгі кәсіп қысқаша көбейту формуласы соған келтіресіздер. Уақыт 5 минут уақыт зерделеді. Ол функционалдық сауаттылыққа байланысты есеп береді. Бірінші формуланы жазасында дескрипторлары. Екінші орнына формуланы стандартты қоясыздар. Үшінші есептейсіздер. Единичне бөлмеміз дон. Шашты салысыз. Шашты бөлмеміз. Біреуінен 5 сантиметр алып, екіншіне 5 сантиметр қосты дейді. Қайық оқымалы келеді. Үздерде шаршы. Ұзындығы не болып тұр? Енді айтып тұр. Үш қабырғасынан, бір қабырғасынан алып, екіншінің қосыға сәйкес келді. Бір қабырғасынан аласың, өзі бүгінгі біздің қандай типті есеп шығарсақ та, осы қысқаша сөзді қолдастан көндіреміз. Бір қабырғасынан алып, екіншісіне қосты деп тұрды.
Я соған жазды да содан шығып дәрістесіз. Алдайын бұл бар ма? Ол функционалдық сауаттылыққа байланысты есептер. Формуланы еске түсіру, формуланы орнына қою, ең соңында есеп түсіру, мәлімет табу. Қай топ дайын? Ау. Мына жерге ұстап тұрып берілген оқыңыз, или екі адам қорғауға, біреу берілген оқиды, екіншісі түсіндіріп алды. Тапсырманы оқыңыз. Тапсырманы оқыңыз. Егер де А тең 7, В тең 3 болса, тік бұрыштың бұралған бөлігінің ауданы табылады. Суретте не берілген? Үлкен шаш берілген, оның ішінде кішкентай шаш. Қайсынікі түсіндіріңіз? А тең 7 сантиметр. Ненің қабырғасы? А тең Үлкен шашының қабырғасы А. Нешеге тең? А тең 7. Бұ дегеніміз не? В тең 3-ке болады. Кішкентай шаш. Енді бұлар. Кішкентай шашының. Ішіндегі шаш, бөлініп алған шашының қабырғасы, е? Енді қалай орындадыңыздар? С квадрат. А квадрат. Бірінші не істедіңіз? А квадрат В квадрат. Үлкен шашының, түсіндіріңізде шарт. Бірінші S тең деп не жаздың? Енді оқыңыз соны. Үлкен шашының ауданы табылады. Ол ары нешеге тең болды? А квадрат 9 сантиметр. А квадрат енді А жерге тең болды, бұл нешеге тең болды? Дұрыс, сосын не істедіңіз? Бірінші шаманы? Дұрыс. Бірінші жауап. Екіншісі кішкентай шашының. S тең, оқыңыздар жазғаныңыздар. S тең 7 квадрат айзатылған 3 квадрат. Екіншісі бұл квадрат болған жоқ па сізге? Е? Енді оқыңыз нешеге тең болды? Олар 49 тең 40 деген сонда не болды? Боялған. Сіздерде есептің шартыңыз. Толық түсіндірамай тұрсыңдар. Берілгені бойынша қарасаңыздар, мына жерде А дегеніміз үлкен шаштың қабырғасы деді, оны аудан таптар квадрат 49-ға тең болды. Келесі ішіндегі бөліп алған бұл квадраттың аудан тапты 9 болды, сонда 49-ға 9 алып сағанда бізде не болды? 40 болды. Сонда жауабы қарасаңыз. Шару жолдарыңыз дұрыс, бірақ бұл түсіндіре алмайсыздар. Екінші топ. Екінші топ. Дайын болса үшінші топ айта беріңіз. Айтылады. Үшінші топ. Айта беріңіз. Екі рақым біреуіміз бергені қалғанысың дайыңыз. Бұлар Асхат өз бөлмесінің қабырғасына ілу үшін ұзындығы 1,9 см болатын шашы тәрізді сурет сатып алды.
Сурет ол өлшемде қабырғаға сыймағандықтан бір қабырғасының 0,4 см қиюға және екінші қабырғасына қосуға тура келді. Өзгертілгеннен кейінгі суреттің ауданы табылды. Бірінші бесеңіздер. Бұларды қайып көрсін. Алған кезде қайсысы болды? Алған кезде біз Экранға көрсетті. алған кезде 1,9-дан 0,4 азайттық. Дұрыс. Бір қабырғаны алсаңыз, сосын 1,9-ға қостық 0,4 түседі. екінші қабырғаға қостыңыз, сонда не шықты? Сонда бізде 1,9 квадраты азайтылған 1,4 квадраты, яғни түрде 3,161 азайтылған 1,6. Сонда жауабы шығылды. Жауабы 2,100. Жақсы, сонда қай формуланы пайдаланыңыз? А квадрат минус С квадрат. Жоқ, басында сізде А минус бар. А минус В көбейтілген А плюс В тең А квадрат минус Б квадрат. Жақсы, қысқаша көбейту формуласы пайдаланды, өте жақсы. Сізде қай формуланы пайдаланыңыз? Басында қай формула? А квадрат азайту В квадрат формуласы пайдаланды. Үшінші топ, пожалуйста. Нәзір, шығамыз. Ақжүніс. Ақжүніс. Кім шығады үшінші топтан? Нәзір шығамыз, болын жекеміздер. Нұржас не болсыздар? Ақжүніс шығыңызшы, тапсырма алып шығыңыз. Келесі кім шығады, өтіп тұратын жоқ. Нұржас оқыңызшы, есеп берген жоғыз. Шығарған қайда? Маған өз бөлмесінің қабырғасына ұзындығы 17 сантиметрге тең болған жарық дәлізді сурет жабыстырмақшы болды. Бірақ қабырғасындағы бос орынға сурет сыймағандықтан оның бір қабырғасын 5 сантиметр алып, екінші қабырғасына қосты. Шыққан фигураның ауданы табылды. Тақтық па? Қалай шығады? Аның квадратын Кәлемет ішті. Енді екінші топта жауап жоқ, сондықтан қарай не дейді? Барлығы мысалы А тең 17 дейді. Бұл шаршының несі? Екінші топ ұқсас шаршының қабырғасы. Содан айтады, бір қабырғадан сурет сыймағандықтан 5 сантиметрді алыпты, 17-ден 5-ті алып тастаған, екіншісіне апарып оны қосқан. Ешкімде жоқ. Мынау А минус В, А плюс В. Сонда не болады? 17-дің квадраты алып 5-дің квадраты. 17-дің квадраты қанша? 289 алу 25. Сонда жауабы неше болады? 264. Осылай шығара салу керек. Еш қиындық жоқ. Жақсы, сонымен функционалдық сауалсызға байланысты топтық жұмыс жасадыңыздар. Бірінші топ есепті шығарған жолы бәрі дұрыс, бірақ та түсіндіру кезде кішкене қиындықты көрсетті. Екінші топ есептің берілгенін түсінгенімен формуланы пайдаланып шығара алмадыңыздар. Кішкене не болды? Өздеріңізге минус болып қалды. Үшінші топ әдемі түсіндірді, әдемі оқыды, әдемі шығарды. Функционалдық сауаттық қабілет. Бұл жерде сіздердің мақсаттарыңыз формуланы табу, формуланы орнына стандарт қою, есептеп шығару еді. Сонымен бүгін біз өзіміздің сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Енді бағалау критерийлері бойынша оқушылар бұл мақсатқа жетті деймін. Біріншіден қысқаша көбейту формулаларын білесіздер ғой? Және қолдана алады деп ойлаймын. Қолданып отырып ма формула? Екінші қысқаша көбейту формулалар есеп соңында қолдана алады. Енді 100% қолдана алады. Соңғы функционалдық сауаттық анализ есепте болса бірінші топ қолданылды, үшінші топ қолданылды, екінші топ есепті сөйлеумен нақты қолдана алмайды. Болашақта осы есепті жұмыс өте қажетті көрсетті. Енді сонымен бүгін оқушылар жақсыларымызға жетті дейміз. Енді не істейміз? Жаңа мен сабақтың басында топ басшыларға айтқан, алдарыңызға бағалау парағын бердім, топтың тізімін жаз дедім. Бағалауға арналған
нелерді бердім, смайлықтарды, солай ғой. Сол бойынша осы сабақта жұмыс істеген оқушыларға бағалап отырыңыздар дедім, солай ғой. Сол сіздердің бағалағандарыңызды қарап, мысалы бірінші топқа келетін болсам, бірінші топта бізде Жақпай, Диас, Оразалы Айару, Дәуренбек Елнұр, Әскен Қағызов Дана, Бақыт Айымыз, Мұңлабаеварна, Келіспек Ерас отыр. Бір топтан айтамын. Енді жерде топ басшысы бізде болды, Айару болды. Айаруны бағалау қарам бойынша бірінші бізде жұптық жұмыс, екіншісін сәйкестендіру, үшіншісінде көңіл бәйге, одан топтық жұмыс бойынша бәріне балдар қойыпты, и сонда қорытынды бағалау балдар шартылған. Енді өз жынында қойған балдарым бар, сол бойынша осы жағалау сіздердің күнделіктеріңізге бір балдар түсініп қойсыз. Сонда пока өздеріңіз olur. Енді қазір үй жұмысын жазып алыңыздар. Үйге тапсырма бізде кітаптан, үйге тапсырма бізде кітаптан естерге айтайын. 32-де 27-ші есеп жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы деп жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы деп жазып алыңыздар. 32-де 27-ші есеп. 37-де 27-ші есеп. Енді қазір үй жұмысы. 32-де 27. Бұл жерде өрнекті ықшамдау. Аппарат минус квадраттың формуласы бойынша и А минус бұның квадраттың формуласы бойынша жақшаға жазған. Ұқсас мүшелерді білдіресіздер. И теңдеу болғандықтан теңдеудің мақсаты еді? Белгісіз X-ті табу. И тапсырмасы 37-де 27 жазып алыңыздар. Сонымен жолдастар, бүгінгі біздің сабақ мақсатына жетті деп жаңа айттым. Біраз есептер шығардық, біраз миға шабуыл жасадық. Солай ғой? Сәйкестендірген кезде жауабын, миға ойлап жауабын таптыңыздар. Бәрекелге қатысыңыздар, сол ғой? Енді рефлексияның уақыты келді. Мен мына тақтарға назар аударыңыздар. Мен жай 3 сайын толған жоқ. Біріншінде ақ сайын, ақ деген всегда әдемі ғой, ақ деген еме? Жақсылық. Сонда бірінші мен бүгінгі сабақты түсіндім деген оқысам, қолдарыңызда мынау бар ғой, ақтында несі бар. Соны әкеліп, кім сабақты бүгін түсінді, мына түсіндімнің астына жапсырасыздар. Бүгінгі сабақ бойынша мынандай жерді түсінбей қалдым, сұрағым бар десеңіздер, екінші сәйгүліктің астына қойысыздар. Мүлде сабақты түсінбедім десеңіздер, соңғының астына қойысыздар. Жақсы ма? Енді бұл рефлексия болғанда, рефлексияның мақсатын білесіздер ме? Мен сабақ барсын, жұмыс жасадым. Ғой? Белсенді емес. Ана мен өз жұмысыммен қысқа ұзын деген келесі сабақ мен үшін рефлексия айтылды. Сабақ барысында мен өздерін ойлады. Түсінді ғой, Амырай, жалғастырыңыз. Келесі, менің көңіл күйім бүгінгі. Қандай көңілді болдым? Одан кейін 6 сабақ материалы мен үшін қызықты ма? Қызықты емес пе? Все. Бірінші топ келді тақ, қоя қойып, тездетеміз. Әркім құрышты, әрақтың астына. Тұздан ақыр. Тездетіп, ана. Қойып шығамыз. Сұрақтарын болса, қойыңыздар сұрақ қойылар. Екінші топ келеді, бірінші топ отырамыз. Бірінші топ бәрі жақсы сұрақ бола ма не? Екінші топ. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бүгін болмаса ертеңгі сабақта жалғастырамыз. Тездетеміз. Шындар. Сөйлесіздер, сызған ауырыңыз. Нәрсе сен сұрағын ғана қоясын қойды, сен бүгін басып болды. Жақсы. Келесі, жақсы, үшінші топ, пожалуйста. Үшінші топ. Асықпайын, жұмыс болып береміз. Енді соңғы біздің үй тапсырмасын алдыңыздар. Бағалауды топашылармен жұмыс істеп тағы да толықтырамын жерде. Солай ғой, рефлексия жасадыңыздар. Енді бүгінгі сабақта қорытындылайтын болсам, түсіндім деген енді бір 99% түсіндігі қойып отыр. Ол әрине өте жақсы, бірақ мен сіздерге солай ғой. Келесі сұрағым бар дейді. Енді ол сұрағым бар үшін біз ертеңгі сабағымызда мұны жалғастырып, мақсатымызға жетеміз. Түсінбедім деген оқу жоқ. Сонда бүгінгі сабағымыз
жеткізілді. Рахмет сізге.